Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай қысқа арналған цицибели салатын дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде алда шығатын жаңа видеоларды өткізіп алмайсыздар. Қажет заттардың толық мөлшерін төменге жазып қалдырамын. Енді барлық қоспаларды мясорубкадан немесе блендерден өткізіп аламыз. Тек пияз бен укроп, петрушканы қолымызбен ұсақтап турап шығамыз. Қазанға 200 грамдай май құйып, пиязды қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін кезегімен сәбізді, қызыл болгар бұрышын, ащы бұрышты барлығын қосып 20 минут шамасында қуырамыз. Менде ыдыс кішкентай болғандықтан қызанақты басқа ыдысқа салып, жарты сағаттай қайнаттым. Енді барлығын бір ыдысқа салып араластырамыз. Енді дәміне қарай тұз салып, 1,5 сағат шамасында бір қалыпты отта қайнатамыз. Одан кейін сарымсақты, туралған укроп пен петрушканы, дәміне қарай лавр жапырағын және ірі қара бұрышты салып, тағы 20 минут шамасында қайнатамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Оттың астын өшірмей, стерилденген банкілерімізге құйып шығамыз. Салаттың түсі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.